Bir mesele şeşimi. Bizler mına belge meseleni işleyimiz. Demek tarafı A bolgan kubka demek K, L, M degen vektorlары koyulgan hem solarning uluma jinsi R-ge teң deydi. Usu R-дің uzunluğu neşe A-ga teң deydi. Mına başlangıç nokatı mine, akırgı nokatı mine. Usu ekеуін tutastırım gerek. Usu vektordu men tauım gerek. Usunu X dep alamın. Енді бұны тудан туы тоолмайман, одан бұрын маған мына екі вектордың ұзынлығы керек болады мына жер. Демек, осы вектордың ұзынлығын тауым керек. Ол неге тең? Демек, мына жерді қызылмен сызып аламыз алдын. Міне бірінші вектор, одан кейін міне екінші вектор бар міне. Осы вектордың екеуінің ұзынлығы, яғни мына векторға тең болады. Так, bunu ne деп аламыз? Bunu S vektor деп алайық. S vektor дегеніміз координатасында мына тарafı A, мына тарafı A. Демек, A квадрат плюс A квадрат. Бұл корень 2A болады. Енді S vekторымыз неге тең? Әз менде 3 мүйіштік пайда болды. Қараң, мынандай жоғарыға кеткен K векторы. Demek mынандай һәм мынандай S vektor пайда болды. S vektor, мына K vektor пайда болды. K vektorдың ұзынлығы A-ға тең, S vekтордың ұзынлығы міне корень 2 A-ға тең болып тұрды. Мен мынаны тауым керек міне X. Ол неге тең? Координатасында S vekтордың ұзынлығы корень 2 A-ның квадраты плюс K vektorдың ұзынлығының квадраты, ол A. Сонда ол корень 3A деген шығады. Неше A-ға тең десе, демек корень 3-ге тең болады.